Жер ана емген кез келген диханның басты мақсаты мол өнім алу. Осы ретте өңір шаруаларына отандық биогемис кешенді микробиологиялық тыңайтқышты орасан зор көмегін беріп отыр. Еуропа технологиясымен әзірленген отандық өнім кез келген өсімдікке қолдануға жарайды. Түрлі аурулармен күресіп қана қоймай, өнімнің дәмі мен түсін жақсартып, сақтау мерзімін ұзартады. Отандық ғалымдар ойлап тапқан экологиялық таза тыңайтқыштың пайдасын жетісайлық дихандарда көріп үлгеріпті. 10 жылдан бері диханшылықпен айналысатын Абай Оразбайұлы биыл иелігіндегі 2,5 гектар жерге қарбыз көшетін отырғызды. Жас көшеттерді жылыжайда да дәл осы биомикспен өңдеді. Нәтижесінде жас өскін ешбір ауруға шалдықпай, түп саны түгел өсіп шықты. Міне бүгін әр көшетті отырғызар алдында тамырдың түбіне тағы да биомиксті құйып жатыр. Маған басқа ешқандай тыңайтқыштың қажеті жоқ. Жапырақ жайғанда да биомикспен бүркетін боламын дейді. Енді кеше помидорға да бердік, әр түпке 500 граммнан құрғаған биогумусты. Мұнаны енді қазір 5 литр, 10 литрін 3 тонна суға қосып, әр түпке жарты литрден құйып егіп жатырмыз дарызды. Енді бағасы тиімді, бағасы арзан. Химикатқа қарағанда енді табиғи, бұл мынау ертең түбіне тастап беріп жатырмыз, селитра бермейміз деп жатырмыз табиғи. Енді химикат бергеннен кейін іш ауруы бар, басқасы бар. Енді табиғи өнім, енді бұның дәмі де өзгеше болады деп жатыр. Сәл өсіп алғаннан кейін, жеткейін кәдімгідей шашамыз мынаның үстіне пәлекке. Олды осыдан артық витамин керегіміз, осыны беріп отыра береміз. Биомикс кешенді микробиологиялық тыңайтқыш әрі стресске қарсы иммуностимулятор. Құрамы фитогормондар, фульват, гиберелин, ауксин, пептид, гумин, топырақ бактерициді және фунгицид сынды микроэлементтер мен дәрумендерден тұрады. Өсімдіктерді зиянкестерден қорғап қана қоймай, әртүрлі індеттерге қарсы иммунитетін күшейтеді. Қарлы зең, септироз, шіру, күйік, фузариоз, хлороз, мерез, дақ, ризоктониоз, фитофтороз, ұнтақты зең сияқты аурулардың алдын алады. Өсімдік тамырына қажетті барлық дәрумендермен қамтамасыз етеді. Нәтижесінде өнген өнім тіл үйрер дәмді, түсі қанық болып сақтау мерзімі де ұзара түседі. Өнімділік те жоғары болады. Отандық өнім бұл күнде өңір дихандарының зор сұранысына ие болып отыр. Сұйық биогумус жер тыңайтқышты қазір Қазақстанда 2016-дан 2019 аралығында зерттеуден өткен. 2019-дан бері 4 жыл болды. Қазір Қазақстан нарығында өте сұранысқа ие био жер тыңайтқышы. Бұлда тек қана витаминдер бар, яғни зиянкестік еш нәрсесі жоқ. Бұны дихандар, яғни жеміс-жидекке, жаңа басқа да өсімдікте, кез келген өсімдікке қолданса болады. Яғни өзінің қолдану тәсілдері бар. Әрбір қағазда жазылған. Болмаса, осы төмендегі номерге хабарласып сұрасаңыздар, біз сіздерге толық жауап береміз. Біздің партнерлар бүткіл Қазақстанда бар, Жетісай ауданында әр ауылда бар. Әр ауылда осы дихандарға ыңғайлы қылып істеп қойғанбыз. Әр ауылда жаңағы магазиндерден барып ала берсе болады. Биомиксті өсімдікті алғаш суарған күннен бастап пісіп жетілгенше қолдануға болады. Тыңайтқыштың тағы бір қасиеті уланған өскінді сауықтырып жандандырады. Адамдарға да жануарларға да ешқандай зияны жоқ. Таза табиғи өнім, яғни биогумустың сұйытылған түрі. Әсем Жұмалиева, Ғани Бекбаев, ақпарат, Жетісай ауданы.